Ел үшін тарихи маңызы бар өзгеріске мемлекет басшысының 2026 жылдың қаңтарындағы сөзі бастау болғаны мәлім. Ұлттық құрылтайдың 5-ші отырысында қабылданған мұндай шешім елде ата заңның кезекті бір түзетуі емес, тұтас жүйенің жаңаратынын аңғартқандай болды. Сонымен 1 шілдеден бастап күшіне енген жаңа құжат бойынша қазақстандықтар үшін қандай өзгеріс күтіледі? Тілші тарқатып айтсын. Мемлекет басшысының бастамасынан соң 21 қаңтарда Конституциялық комиссия құрылған еді. Құрамына депутаттар, заңгерлер мен түрлі сала сарапшыларын қосқан 130-ға жуық комиссия өкілі жалпы 12 отырыс өткізіп, 12 ақпанда жаңа ата заңның жобасын жариялады. Жалпы жұмыс тобы ел азаматтарынан 10 мыңға жуық ұсыныстың түскенін жеткізген еді. Кейіннен араға бір ай салып, наурыздың 15-інде жалпы халықтық референдум өтті. Бұл шешім дүние жүзі тарихында мәңгі сақталады. Бұл мәселе бойынша менің ешқандай күмәнім жоқ. Өйткені бұл азаматтарымыздың бойындағы нағыз отаншылдық нышаны. Енді жыл сайын 15 наурызды Конституция күні, яғни еліміздің ең басты мерекесінің бірі ретінде қарсы аламыз. Себебі Қазақстан халқы жаңару мен жаңғыру үшін дауыс берді. Бұл біздің бәрімізге ортақ жетістік. Баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Осылайша 1995 жылғы негізгі заң тарихтың қойнауына енді. Онымен бірге елдегі 2 палаталы парламентте тарады. Осы ретте биыл қабылданған Конституцияның негізгі жаңалығына тоқталайық. Бұдан былай республикада билік архитектурасы 1 палаталы жүйеде жұмыс істейді. Жоғарғы палата, яғни Сенаттың соңғы отырысы 29 маусымда өткені де жалпақ жұртқа жария ақпар. Ендігіде 145 депутаттан тұратын құрылтай қызметке кіріспек. Оның құзыретіне заң қабылдау, соғыс пен бейбітшілік мәселесін шешу, президент сайлауын жариялау, үкімет жұмысын бақылау сынды бірқатар міндет кіреді. Шын мәнінде тиімді жұмыс істейтін қоғамдық институттары болса ғана озық және әділетті мемлекет қалыптасады. Сол себепті мен жаңа конституциялық орган Қазақстан халық кеңесін құруды ұсындым. Қазақстан халық кеңесі мәслихаттардың, қоғамдық кеңестердің, сарапшылар алаңы мен азаматтық қоғам ұйымдары өкілдерінің басын біріктіреді. Аталғандардан бөлек ендігіде вице-президент лауазымы қайтарылып, халық кеңесі де өз жұмысын бастайды. Ал экологияны қорғау және табиғатқа ұқыпты қарау конституциялық деңгейде бекітіліп, зияткерлік меншік құқығы нақтыланды. Цифрлық дербес деректі қорғау да заң аясында қаралмақ. Ең бастысы адамның өмірі, құқығы, бостандығы, қауіпсіздігі туралы қабылданды. Және де мемлекеттік институттар қосылды. Вице-президент, құрылтай, цифрлық даму, экологиялық құқық қорғау туралы тағы да институттар қосылды. Қоса кетейік, жаңа ата заң негізінде Конституцияның преамбуласы нақтыланып, елдің унитарлық, аумақтық тұтастық және заң үстемдігі мен шекараның қол сұғылмаушылығы принциптері бекітілді. Мадина Оқас, Дәулет Акимов, Қордай 24 Ньюс.